өз алдына бір бөлек. Ал енді сол Уәли бауырымыздың, ағамыздың баласы қазір Берік бауырымыз сол өнерін әкесін жалғастырып келе жатыр. Сонан кейін айтатын болсақ, мінекей мына өзіміздің Қарабауыр Қасқалдақ Леспек Аманов кешегі 86 жылғы желтоқсан оқиғасында бүкіл әлемді дүр сілкіндірген Қызыл империяның жаңағы тас бұғауынан шығамыз деп ең алғашқы өздерінің намысын білдірген, елдікті көрсеткен біздің қазақ халқының азаматтары еді, ұлы мен қызы еді. Сол 86-да сол желтоқсан оқиғасы болған болса, 87-де Есенғали ағамыздың сөзіне жазылған Қарабауыр Қасқалдақ деген ән дүниеге келді. Сол ән арқылы бүкіл ел, халық Шардараны таныды. Соныменен бұл Леспек бауырымыз, ағамыз Шардараның Қасқалдақ атанып кеткен азамат еді. Енді бұл кісі де өмірде жоқ. Ағамыз Есенғали Раушановтың сөзіне жазылған әзіргі елге, халыққа белгілі әнім Қарабауыр Қасқалдақ әнін орындап берейін.
тек әйтеуір жаңағы Мұқағайдың сөзіндей кезегім келіп кеткенде келмес сапарға хабарсыз қалмасам екен жоқтаусыз деген бір керемет сөзі бар. Сол айтқандай әрдайым бұл кісінің әнін айтқан сайын тойларда, түрлі байқауларда ілеспекті айтып отырамыз. Ал енді Құдайға шүкір, мына Тәшмен көкемнің арқасында Ілекеңнің 40 күндік асын өткіздік осы жерде. Мынау Аманғали, Сәкен шапқылап жүріп барлығы елден әйтеуір қаражат жинап осы ілеспек сыйлайтын елдің бәрі сол жаңағы 40 күн көтергенде 40 күндік асын көтергенбіз. Шымкент, Жетісай, Мақтарал, Шардара өңірінің өнер жолындағы азаматтары, Ілекеңнің өнерін сыйлайтын, Ілекеңнің өзін сыйлайтын азаматтардың барлығы сол асты болып Құранды бағыштап кеткен. Енді мынау шіркін Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Жалғас Кеңес бауырымыз, өздеріңіз білесіздер. Ой, шіркін. Өмір жолын осы Қазақстан елді мекенде мектепте мұғалім болудан бастаған. Шардара туралы әннің біріншісі мынау Төлеген Айбергеновтың сөзіне жазылған Мамыр Жалаңбасовтың әні болатын болса, сонан кейін тағы да бір ән, ол да сол Мамыр ағамыздың әні, одан кейінгі Шардара әні осы үшінші әнді жазған. Бұл өмірде тарихта, Шардараның өмір тарихында Жалғас Кеңес болып қалады. Зекра Қожаев ағамыздың сөзіне жазған. Зекра ағамыз қазір Жетісай ауданында сол жерде тіршілік жасап жатыр. Зекра ағамыздың өлеңдері қазір әлеуметтік желілерде шығып тұр, Құдайға шүкір. Енді кезегімен келетін болсақ, мінекей Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, жезтаңдай әнші Бейсенбек Бибосыновты білесіздер мінекей. Шіркін, сонау кеңестік дәуірде шетел асып, мұхит асып, Куба мемлекетіне барып, қазақтың өнерін сол жақта паш етіп қайтқан азамат еді. Енді өмір кезең деген осылай, біреуге ерте, біреуге кеш, болмаса ешқайсында қимаймыз, еске алып отырамыз. Сонан кейін мынау Жақсыбай бауырымыз, өздеріңіз білесіздер. Менің өнер жолындағы бір емес бірегей шәкіртім осы. Екеуміз 30 жыл бірге жүрдік. Жаңағы салмағымызда бір, дауысымызда бір деп, сөйтіп күлетін елге. Бұл Жақсыбайда қазір өмірде жоқ. Құдайға шүкір, бірақ бала шаға өсіп келе жатыр. Артында Дінасылдай азамат бар, Нұрғанымдай, Арайдай қыздар бар. Марина келініміз әйтеуір түтінін түзу шығарып, сол отбасына егел қылып отыр. Енді мына жерде осы Шардаранымызды айтамыз әрдайым асабалардың астанасы деп. Сол үшін де мына жерде мынау енді өмірде көзі жоқ азаматтар. Нұрлыбек отыр екен мына жерде. Асқат бейшара бауырым. Асқатжан жүр екен мінекей. Асқат деген кәдімгі Көксу Минералштың өте бір еркетай ұлы болған тұғын бір. Нұрлыбек бар екен мына жерде. Қалған азаматтардың баршасы осы жерде. Жембек жоқ па? Қазір көз тірі жігіттер. Жембек ағам суреті бар еді, қазір табылады. Сондай. Мінекей. Бұның бәрін жинап жүрген Аманғали жан мінекей. Мынау өзі, Аманғайдың өзі де жаңа қазақтың 8 қырлы 1 сырлы деген әңгімесі қалай десең, тура осы Аманғалиға айтсаң жарасатын азамат. Мынау 2014 жыл болу керек, Аманғали. 2014 жылы. Төбе бидің номинациясы. Айнұр Тұрсынбаева табыстаған ғой. Айнұр Тұрсынбаева ақын қызымыз табыстаған мына облыста. Қанекей тілім сөйлеші. Республикалық байқауда. Шешендер байқауы болған. Сонда жаңағы қатысып Төле би. Қай жылы? 14 жылы. 2014 жылы 18 апрель. Апрельдің 20-сы туған күнім ғой, 40-қа толатын кезінде. Бәрекелді. Сонда Айнұр Тұрсынбаева шығып сахнаға бір ауыз тілегін айтып. Сонда айтып, маған жүлде грамот керегі жоқ, Айнұрдың жүзін көрдім, қолын алып, бетін сүйсең бола ма деп, болады деп бетін сүйгізіп. Дұрыс екен. Соның бетінен сүйуіңе ықрар берген Гүлсат келінге рахмет бәрінен де. Міне, Шардараның нөмір 1-ші фотографы, оңласын Мәуленбердіұлы Төлегенов бауырымыз. Жатқан жер жайлы болсын. Ишара иманды болсын. Енді жаназасына үлгердік әйтеуір. Құтарыс деген жерде екен. Барып жаназасына барып топырақ салып кеттік. Ол кезде әкесі марқұм Мәуленберді ақсақал тіреді ол кезде. Міне енді бұл өмір кезек деген. Біз де барамыз. Иә. Қар боран болып тұрған кезде барып үлгердік әйтеуір. Есенбай аға барды осы жерден үлгерді. Сондай, мынау енді сенің өмірдегі әр кезеңдердегі жазылған әңгімелер. Құдай берген ағам бір еді шеті, ар жақта шығарып. Қазір көрейік. Болу керек, ар жақта болу керек. Мына жақта ма? Бір газетке шығарып. Мына енді газеттегі өзіңнің сен туралы жазылған мақалалар.
Өмірден өтті бір ағам деп мен оңласын ағам өткенде жазып. О, жарықтық. Құдай берген ағаларым ар жақта. Оңласын деген бүкіл Шардыраның енді өзінде жаңағы жұрттың барлығына солай шығар деп ойлаймын. Осы бүкіл Шардыраның архиві деп айтсам жарасатын еді. Өйткені мен 2011 жылы елу жасын тойлайтын кезде менің жаңағы өмір деректерім бәрін алдыма әкеліп тастай салды ғой. Мына суретің, мына суретің деп тұрып. Сондай бір керемет, бұның өзінше бір жинап жүретін бір қасиеті бар еді. Мына Мұхтар Шаханов ағамызбен бірге түскен суретін еді. Елге келгенде бір естелік сурет. Бәрекелді. Мынау 40 жасын тойлап жатқан. 40 жасым мынау балам мектеп бітірген кез мынау жаңа. Сол көгалға шыққанда жылда бір туған күн тойлайтын әдетіміз бар еді. Ол бұл сенде ғана бар ол қасиет. Бір өзің барып тойлап кетеді. Әкім ағам мынау барып бір құттықтап отырып, әкім ағамның ой жалындап жүрген Әмен аға. Жыр деген. Хош, әбеке мінекей осы кешегі әлгі анау асабалардың алғашқы көштері сол Тәшмен көкемдер, Иятай ағалар. Одан кейін Қыстау ағамыз, Рахманберді ағалар. Рахманберді ағамыз деген сенің анық ұстазын деп айтамыз, толық олай айтуға хақымыз да бар. Мінекей өнерде де өрге сүйреген. Өзі Шардыра ауылының, Шардыра совхозының мәдениет үйінің өзі бір ауданның мәдениет бөлімімен бірдей тұғын. Олсын ұйымдастырушылық қабілеті Рахманберді ағамыздың. Соның арқасында бай 85 жыл сендер жеңістің 40 жылдығына Алматыға барып теледидарға түсіп келетін кездерің. Одан кейін сол тура сол жеңістің 85 жылына байланысты Шымкентте өткен өнер фестивалі. Сол жерде кереметтей бір іс-шаралар өткізген мынау. Қасырақын менің тойымда дұрыс. Бәрекелді. Міне. Төлеген ағамыздың бір керемет сөзі бар. Сен менің альбомымды көр қарағым, туылаған өмірім менің толған ағым. Мұнда мен бір дөтемен құлдилаймын, қасқайып тұрып бірде өрге ағамын деген. Сол айтқанда альбом деген бір кереметі бұл. Суреттер жиналса, сол суреттерге қарап, өмірінің небір қилы-қилы кезеңдер есіңе түседі. Көзіңмен көргеннен кейін қанша оқиғалар, қызық сәттер еске түседі. Міне ал енді әбеке өзіңіз, Құдайға шүкір, Құдай қуат берсін. Деніңіз сау болсын. Енді кеше Шардыра ауданының өнерпаздар қауымдастығының атаулы күні қаңтардың 15 күні еді. Оған енді республикадағы мынау дүрбелеңге байланысты кейінге қалдырып, жұрттың бәрі осыншалықты әбіржіп жатқанда, үрен-сүрен болып жатқанда біз аттанға сүрен қосқандай болмай тұрайық, шамалы бір сабыр сақтайық деп өнердегі азаматтар мынау аманға келесі ақпанға тастайық дедік. Оған балалардың бәрі басы қосылып қалды ғой деп кеше 28 күні өткіздік. Жаңағы тойдың басында тойды ашатын жаңағы алғашқы тоз сөйлейтін, алғашқы сөз сөйлейтін өзіңді тұрғанымыз тура сол сәтіне келдің өзің. Сәрсенбай менен әйтеуір Зейілбек екеуі жеткізді. Қасында жүрген қос қанатың. Енді осы өнерпаздар қауымдастығына бір ауыз тілек айтып жібер енді өзің. Не айтамыз онда? Рахмет сендерге. Ұмытпай, жылда ұмытпай Шардыра өнерпаздары деп ат қойып, бастарын қосып, онда оншалықты жиналады 107 болды спискіде. Тамаша болды. Жіберген жоқпыз, бәрін көріп отырдық. Балалар жақсы дайындалған, кешіміз жақсы болды. Құдайға шүкір. Жылда осы әйтеуір абыройымыз барда қалмаймыз әйтеуір. Бәрекелді, жетеміз. Ұмытпай шақырып, құрметтеп жүрсеңдер болды. Сол кеп, баяғыда өлең айтатын дауыста жоқ. Баяғыда басқаратын сөз де жоқ. Тіліміз сәл мүкісі бар. Ешнәрсе естелікке бір айтып кету керек қой. Дұрысқа. Керемет болды. Әбеке сіздің. Аллаға шүкір. Басшыларыңызбен. Аллаға шүкір. Біздер енді сыртта жүрсек те тілеулеспіз. Әрине. Тойдан қалсақ та ойдан қалмаймыз. Әннен қалсақ та сеннен қалмаймыз. Әйтеуір сендердің қуаныштарыңды, кейінгі жастарды көріп ырза боламын. Өткенде ойлаймыз тек оларды еске алып отырамыз. Жаңа Тәшмен ағамыз, Иятай ағамыз, жаңа дүниеден кеткен Леспек Амановты,
жалғыз кеңесіпті. Жиенбек ағалар бар. Жиенбек, Нұрлыбектер Асыбай ағалар. кейде сағынам сендерді. әрине Соны сағынам. түсімде көрем. Кәдімгі әңгімелесіп жүрем. Әрине. Жылдау өстіп бас қоса берейік ағайын. Бәрекелді. Рахмет. Енді әкімнің өнер жолындағы бір қызықты бір сәті сонау 1984 жылғы Дидар ансамблінің дүрілдеп тұрған кезі ол кез бәрі кәдімгі сақадай сай. Ионикада Әбдіқадыр, бас гитарада Серік, барабанда Қайрат отырады, кейде Нұрлан отырады, ритмде өзің, Бакира солода тұратын еді, есімнен шықпаса. Сол Дидар ансамблі аудандағы үлкен іс-шараның барлығында осылар тұратын. Өйткені Дидар бар, тура біз қазір мынау әжелер ансамбліне қалай сеніп алдық, сол сияқты болып, Рекеңнің өзі Рахманберді ағаны кәдімгі өзінің таза кәдімгі талапшылығының арқасында сондай бір керемет ұжым дүниеге келген. Содан кейін есіңде болса 84 жыл сол Шопандар тойында соған бір ай дайындалдық. Алтынай Әбсәдіқова 3-ші хатшы апай сол 700-қа барып дайындады бәрімізді. Сонда сол Шопандар тойында 2 сағат концерт бергенбіз. 2,5 сағат концерт бергенбіз. Шара екеуміз жүргізуші болдық. Шуақова Шара екеуміз. Ол кезде ол мәдениет үйінің директоры, қазір Ақтау қаласында Жаңаөзенде Қаражанбас мұнай компаниясының вице-президенті. Шара ма? Шара мынандай жұмыста қазір. Өзі де Құдайға шүкір сол қалпында. Екеуміз жүргізуші болып 2 сағат концерт бергенбіз. Сонда Леспек Бекжанов, енді бұл кісілердің аттарын атап өтейік. Ол кісі жаңа концерт басталған кезде ол кісі отырған жер көлеңкет, қой көлеңкет. 2,5 сағатта күн ауды ғой бұла қарай. Төбеден шақырайып күн түсіп тұр. Орнынан қозғалған жоқ Лекен. Лекен қозғалмаған екен, ешкім қозғалған жоқ ана жерде. Ешкім қозғалған жоқ. Соншалықты өнерді құрметтеген. Біздің ана дайындығымыз Жақсы құрметтеген. өзі дайындықтың өзі бір керемет болып шықты өзі. 1,5 ай дайындалды. Сонда 3-ші хатшы Алтынай Әбсәдіқова мына Ерлан Сүтбаевтың анасы, кіші жүздің қызы. Әпшем олар. 1 ай сол жерде біз дайындаған елушілер. Күнде барып келеді. Соның арқасында, үлкен дайындықтың арқасында ол 2,5 сағатта мүлтіксіз концерт бергенбіз. Сонда бұл Әбекеңнің өмірінің бір қыры сол. Содан кейін той тек осы Дидар ансамблінің еншісінде. Той Дидар ансамбліне. Дидар ансамбліне қол жеткен адам тойына шақыратын замандар болған. Сол енді өнердегі жолымыз Құдайға шүкір артымызда ізсіз емес, жеткен жетістіктеріміз аз емес. Мынау енді Шардара толқындары ансамблінің жаңағы дауылпазында ойнаған қазір енді ардагер музыкант болып қалды. Қазір Шардара ауданындағы Есенбек бауырым бір ауыз өзінде әңгіме айтып жібер. Шардара музыканты. Бәрекелді. Мынау жақсы әңгімелер, естеліктер айтылып жатыр ғой жаңа бізде сол осы өнер жолына 85-ші жылы келдім ғой Әбекем енді. 85-ші жылы осы келіп, осы базарда кетіп баратсам Бейсенбекпенен Шара екеуі тоқтап ұстап алды. Сен неғып күлдіра келмейсің жұмысқа? Бармай мен мияқта жұмысым бар деді. Жоқ, сен барасың жұмысқа. Деп екеуі қолына ұстап алды, машинаға салып, Донкултыраға барып, өздері заявление жазып, маған қол қой деді. Мен жоқ, қол қоясың. Сөйтіп қол қойып, содан бас 85-ші жылы, сол көктем айлары еді деймін. Сол кезден бастап, сөйерге орнығып, руководитель ансамбл қылып, сөйерге жайғастым. Содан балдар жинадым. Ленгірден Темірхан деген жолдас балам бір Темірхан білесің ғой? Білем. Сол келді, онан кейін мына Әсия апайдың інісі Нұрлан деген. Ол барабанға келді. Кәдімгі өзіміздің оркамыз бар, мына Орынбасар бейшара қайтыс болып кетті. Оны алдым гитараға. Сөйтіп 4-еу болып, 5-еу болып, 85-ші жыл көркелеп дайындалып, ол кезде жаңағы Әбекең айтпақшы кімсің? Дидар еді ғой енді ол кезде. Дидар деген. Сол жылы 85-ші жылы балдар жиналып, бізде дайындалып, осы Дидардан қамайық бізде деп. Сонымен атымыз шығып, Құда қаласа сол 85-тен 90-ші жылға дейін сөйді ойнадық қой, концерт қойдық, мынау Созақ аудандарына, Шаян аудандарына дейін, мынау Сапқоздарға бәріне. Жаңа ауылда мына мероприятие болса, жиналыстар болса, Бекжан көкеміз өнер жақсы көреді айтам. Анау өнерпазды құрметтейді. Аппарат құрамыз мына ол кездегі мына әкімшілікте мына қалың. Сөйтіп жиналыс болады.
жиналыс болып орнынан тұрып барды адамдар. Бек жағын көкеміз отырады. Адам басқалар келіп сөйтіп отыр, ана отқасын бәрі отырады. Сөйтіп біз концерт береміз, соны тыңдап, концерт біткесін шығып кететін еді. Құрметтейтін да соның өнерді құрметтегені ғой. Ал мына кеше ол замандарда өтті ғой енді. Мына Құда қаласа одан бері қарап Жиенбекте келді, сол 85-ші жылы сол Жиенбекпен сол кезде таныстық қой. Ол да бізбен концертке шығып, мына Ілесбектің өлеңдері бар еді, бір өлеңі. Әні есіме шықпаған. Тырналар ма? Жоқ, тырналарды айттық қой, тағы ана бір жазғып, рок қып шығарғанбыз бір өлеңді. Соны сахнаға армандастық. Şu анау жүректер ақ көгершін болып үшін деген Ілесбектің өлеңі бар еді ғой. Ол әнесін. Соны рок қып шығарғанбыз. Армандастарды рок қып шығарған ба сен? Соны Жиенбек ансамбльді енді қолға алсақ соны айтыңдаршы дейтін еді ғой. Ілесбектің жазын айтшы дейтін еді. Ілесбектің жазын деп. Содан бері қарап, сол 90-шы жылға дейін бәріміз бірге істедік қой. 90-шы жылы кейін жәлдегі жұмыстан кеттім енді мен. Әбекең шақырып, бұл Сақпашадараға бір жыл істедім ғой, ол да қызық болды. Әкім жұмысқа келді, бармайым деймін мен. Келесі, бармайым. Bir gün жүрдім, bir ay өткен. Сөйтіп қарасам, барып айлығыңды ал дейді ғой маған. Маған айлық. Бар конторға барсам айлық шығып тұр. Сонымен мен ұсталдым әпекеңе. Сөйтті дағына. Міне деді, ансамбль саған тапсырдым деді. Зақ болып болды ғой. Рахыммен берді, меха келді да, әбекең оның орнына болды. Ансамбль саған тапсырдым, мен яқта жұмысым бар деп. Сонымен үйерге барып тағы да дайындалып, бір жыл Дидар қайтадан көтеріліп, Боркада қалдық бір жыл. Сапқоздарлап, өлеңдеріміздің бәрін жаңарттық. Репортаждың бәрін. Сол өлеңдерді стильдерін өзгертіп жаңарттық. Қайтадан Дидар болып, Боркада бір жыл шықтық дағына. Қайтадан Ямаха деген инструменттер шығып кетті, сонан кейін қалдық, тарқалдық қойды бәрін. 97-98 жылдары сізде? 91. 90-да мен бір жыл Дидарда істедім, 91-де енді тарадық қой бір жыл істеп. Содан бұлай кел атырмыз ғой, бұлай қарап. Кешегі отырысымызда жас балдарға, негізі осының бәрін бастаған Аманғали бірінші осы. Осы жаңағыдегі ақша жинап, отырысымызға жаңағы оразаны бастады ол бірінші мысалы. Үміткерлерге Құран оқытайық деп алдын енді ондай нағымағамыз ба біз жүре бергенбіз ғой енді. Осы әбекең Аманғали келіп, солар ұйымдастырып әбекең екеуі рахмет көп Алланың нұры жаусын. Сол бастамамен міне Құда қаласа әлі келе жатырмыз. Кешеде жаңа жылдық кешімізді өткіздік. Жақсы болды бәрі. Тамаша болды. Жылдан жылға кесіп аман есен жылымызды өткізіп жүре берейік. Жақсы тамаша, жақсы ұйымдастырған. Әлде де өздерің кіріспесеңдер сәл-сәл енді шалалықтар болды балалар. Көш жүре біраз. Арасында өздеріңді қосылып қойсаңдар. Жылдан жылға аман есен өсіп жүре берейік. Сыйаман бәрімізге бақыт тілеймін, отбасымыз аман болсын, еліміз сау болсын. Тыныштық заман еліміз аман бола берсін айта бер. Сол әйеліңе ағам ғой жұмысқа. Кәмілет ешені ма? Қайынбекес керемет әнші еді. Бағила да? Ой, керемет әнші. Дұрыс, Есенбек айналайын, жақсы естеліктер айттың. Жалпы Шардара ауданы өнер қауымдастығы бұл енді басында әйтеуір сәл-сәл ішінара осындай тірліктерге іс-шараға араласу, жаңа қаражат жинап әйтеуір мүмкіндік болғанша, өмір болғаннан кейін жаңағы жан бар жерде қаза бар деген. Мен енді сенің ананың Сәбит қайтыс болған кезде сол кезде қаражат жинатып бастатқан мен. Сонда ойпырмай деген бар. Жинаңдар дедім, 2 мыңнан жинаңдар дедім, сол біраз қаражат әйтеуір жинап қолға бергенбіз. Содан кейін сол жайлап бір түс болып бастады. Кейін Аманғали бір күн театрға келді. Не қыламыз аға, өткендерге бір ауызашар беріп берсе қалай болады деп сол бірінші Тұраннан бастады. Тұран тойханасынан 2011 жылы бастадық. Енді артыңнан біреулер өстіп көкөлеп тұрса несі бар, оны арқырай алып кетпей. Сол саған келгендер сондай сеніммен келетін жарды. Аға, мынаны қалай болады істесек деп. Содан кейін жаңа айтасың, сөзіңді құптайтын
айтқан ойыңды ары қарай қолдап кететін азаматтар бар, Құдайға шүкір. Соған жаңа ішкі саясатты шақырамыз, аудан әкімдігін шақырдық сол жерге мәселен. Марғұлан Марайым, иә, Құдайберген ағалар келіп отырды, сол үлкен дастарханда, ардагерлер кеңесінің ақсақалдары келіп отырды қанша. Кейін бірде-бірде өмірден өткен азаматтардың туған туысқандарын, бауырларын, бала шағаларын шақыратын болдық. Одан кейін келіп, мынау жаңа көрші Жетісай ауданынан Бөрі ағаны шақырдық, Бөрі Иса ағаны, өнер тарланы деп, Сапарал ағаны шақырдық. Ол кісілер келіп таңданып кететін, риза болып кететін, ойпырмай не деген ұйымшылдық, мынау не деген ынтымақ деп. Сол ынтымақты Құдайға шүкір, әйтеуір тіл көзден сақтап келе жатырмыз ғой мінекей. Енді соңғы бір кеше 1917 жылы Аманғали тағы да айтып, әбеке аға осы біздің қауымдастыққа бір төраға керек. Мен Қызылордада ма, Астанада ма бір жақта жүрем. Енді бопты, ауылға жетейін деп келгеннен кейін мына театрда арнайы мәдениет сарайында әбеке төраға болдыңыз деп бәрі бір ауыздан қабылдады. Содан бері мінекей 5 жыл болды қазір. Былтыр бір тапсырамын деп едім, жоқ орныңызда отыра беріңіз деп тағы отырғызып қойды. Сол орында отырып қалған адам түбі жақсы болмайды ғой, көріп жатсыңдар. Сол отыра берсем, кабинетім жоқ, мөрім жоқ деді. Мөрді беріп қойды. Мөрді тауып берді. Кеше мөр басып жатырмыз ғой алғыс хаттарға. Ол бір символика да ол. Ол біз жаңағы қауымдастық бәленде бір әділет министрлігінде болмаса әділет басқармасына тіркелген тұлға емеспіз, бірақ өзімізге Құдайға шүкір. Бізге еш нәрсенің керегі жоқ. Біз берсек халыққа береміз, халықтан аламыз, халыққа береміз. Мысалы кеше ғана 2020 жылғы ма су тасқыны Сардабадағы, оған қандай балалардың бір атсалысып, күнімен түнімен 24 сағатта қанша қаражат жинап, қанша азық-түлік жинап апарып, сол жердегі халыққа әйтеуір шамамыз келгенше жәрдем жасады. Батасын беріп Тәшмен. Тәшмен көкем бірге барып батасын беріп, сол жерден риза болып қайтқанбыз ау. Ел де риза, халық та риза. Иә. Сондай тіршіліктер ғой. Содан кейін мына өмірден өткен отбасылар, бір 6 отбасы бар, сол отбасыларға былтыр бір тоннадан көмір бердік, бір қап ұн бердік әйтеуір қолымыздан келгенше, балалардың өздері ұйымдастырып Аманғайлар болсын. Енді биыл да соның қаражат шамалы жиналып жатыр, соны бір беріп алсақ мен бір қауымдастықтың ұйымынан жүк түскендей болар еді шынында. Енді басталып жиналды ғой, Ержан жинап жатыр, Құдай қаласа, тек қана асабалардың мынау камерада жүрген жігіттерге оларға салмақ салмаймыз дедік. Олардың табысқандай, біздің табысқандай жасыратын нәрсесі жоқ. Сондай мінекей Аманғалижан мінекей көшелі жігіт екеніңді көрсетесің әрдайым. Мынау жарына қарай қоса, қазанына қарай ошағы дейді атам қазақ. Сол айтқандай өзінің осы кең пейіліңе, жомарт пейіліңе, дархан көңіліңе Гүлшаттай келінді берген Маңғайтарға шүкірлік. Әлшерде азамат өсіп келе жатыр, Ақжүністей қызымыз гүл жайнап өсіп келе жатыр. Тек отаныңа береке тілеймін шырағым. Мінекей ағаңның емханада жатқан кезінен барып тамақ бергенде не, үйге шақырғанда не. Сол енді мінекей. Рахмет. Иә, мынау жақсы естеліктер айтылып жатыр, суретті көріп, жаңағы өмірден өткен ағаларды еске аласыздар. Мына әкім аға, Әбдіғапар аға, Есенбек аға, жаңа ағам айтып жатыр ғой, ол больницаға барып жағдайын сұрасақ та болады, бірақ үйге келсін, арқаны кеңге салып, бір арқан-жарқын балдарменен отырсын деген ниетпен мына келініңізге бір қазан көтеріп, иә. Аман болыңыз, Алла шипасын берсін. Сіз әлі бізге керексіз. Бергеніңізден береріңіз көп әр елге. Мен осы елге 95 жылы келіп, енді түрлі салада КамАЗ айдадық, сыртта жүрдік. Мынау саз мектебіне 2003 жылы кірдім ғой. Өнердің ордасына кіріп, сөзді менің Жорабек Ермеков деген күйші ағам, Жақыпбек деген ағаларым осы өнерге баулып, мына Әбдіғапар ағам таныдым. Өзіңізді таныдым, Есенбек ағам таныдым. Алғаш әкім ағам тануыма менің себепкер болған Нұржан Төреқұлов деген біздің музыкант еді ол кезде. Бір күні екеуміз тойға шығамыз, сосын маған айтты, сізді әкім ағамен таныстырайын деді. Ол кісі танысам екен, мен әкімнің аты ұрып тұрған кез әкім ағаның 2003 жыл деген ол. Сонымен реті келмет бір тойда мені құдалыққа Нұржан осы Қызыласкер жаққа Асқаровтар әулетіне мынау Жолдас деген юбилейдің әкімі болды, соның інісінің тойына апаратын болды. Сол тойды кешке қарай әкім ағам Абайда Айгүл тойханасында басқарды. Кетіп қалмаңыз, кешкі тойға әкім келеді деді. Ол болды кесін. Сол әкім аға келді, ана той енді айта алмайсың. Соның қайтатын болдық, бір машинада түйістік, әкім аға екеуміз сөйледік, отырып әңгіме қылып таныстық. Кейіннен танысқаннан кейін кетіп қалдық. Сонымен Мейрамбек пациент жаңағы ініңіз ғой, бір жағы өзіңіздің өнерде жүрген. Нұржанға айттым, Нұржан әкім ағаға барайық, ол өнерге деген бір құрмет болу керек қой, батасын алайық дедім. Сонымен Нұржан бара алмай қалды да 2007 жылы әкім ағамның шаңырағына баруыма тура келді.
сөйтіп әкім ағам үйінде екен, кешке тойға дайындалып жатыр екен. Қазір баняға түсіп келген екен, апам отыр. Сөйтіп Фатима жеңешем бір сорпа қайнатып, апаға шай беріп жатыр екен. Сол астың үстінен түсіп, мен шапаным бар, кішкене конвертім бар. Әкім аға баталуға келдім деді. Менен басқа адам таппадым ба деді, әзілде. Енді көңілімнің, жүрегімнің қалаған сіз болдыңыз ғой деді. Болды, отыр деді. Соңғы отырдық, бата берді, иығына шапан жаптым. Сосын апа бата берді. Енді анамның батасын ал деді. Мен осы анамның ақ сүтімен өнерге келгенмін. Сөйтіп апам батасын алды. Сөйтіп өнерге сол 2007 жылы батасын алғаннан кейін мынау Бәйтерек деген тойханаға 2007 жылы 7 ай 7 рет баруым, аптаның 7-сі күні ғой. Әкім ағам үйіне барып 7 деген сан киел екен ғой, аға деп ертеңінде барып тағы шотанын беріп кеткенбіз. Сөйтіп сол өнерменен қанат қақтық. Сөйтіп мен осы бір Тоғайда Жомарт деген ағамыз бар, соның бауырының тойына, Луговойға бір той қабылдап, адайлардың тойына кеттім. Сол жақтан звондадым, аға керемет батаңыздың арқасында мен шарықтап жатырмын, мақтанып жатырмын ғой енді. Сөйтсем ағам айтады, менің әкемнің шыққан топырағы Луговой деді. Сол жерден бір уыс топырақ алып кел, әкемнің басына топырақ қоямын деді. Болды деп қасында Марат бар, Мананбаев. Сол жерден Луговойдан бір топырақ алдым да бетрамалға салып әкем ағам әкеп бергенмін. Сондайсында өмірдің естеліктері өтіп жатыр. Міне сырластық, сыйластық. Анау Лебергте мебель істейтін ме бір үй бар еді ғой соң? Қожалардың үйі ме еді? Нұрлыбек Тамада, біз Камил екеуміз өзі ансамбльмен бірге шығып жүргенбіз. Нұрлыбек айтты, қазір сенің інің келеді бір деді. Кім ол дедім, қазір келеді інің, көресің, таныстырамын деді. Саған болды, отырмыз сол жерде, әңгіме қылып шай ішіп. Бір қасым, ұзын келген, арық келген бір бала кіріп келді. Мынау інің болады сенің, күйіз, аты Аманғали. Жақсы жатыр. Бет амандасты бір шетке бар, отыр момын. Сонымен Нұрлыбек ұрып аты Тамада бар. Аманғалиға өлең айт дейді, домбыраны алады да өлең айтады. Қойып қояды да үндемей барып отырады ана жерге. Сөйтіп жүрген Аманғали бір күні қарасам көріп кетіп жаңағы Тамада ғой. Осындай ағалармен сондай. Әкім ағаға барып бата алып келіп бәріміз бардық қой. Алып қайтайық жүріңіздер деп. Иә. Сондай естеліктер өтіп жатыр ғой. Жаңа ағам айтып жатқаны сол 2011 жылы ағама бардым. Ағам да енді өлі разы болмай тірі баймас, өмірден өткен бір алдың он ағаларды айтайық деп ағам сол кезде отырып. Бұл ой қайдан келді саған деді. Рас ол. Қайдан келді? Мен мынау алдада менің дос жорандарым бар, ақылдасайық, күнін шешейік. Бұл өте керемет ой екен саған деді. Бұл ой әшейін тумайды ғой деді. Оны айтайын дедім, мен енді елдің арқасында жүргеннен кейін 5 теңгесін жинайық деп, сол үлкен 2011 жылы жаңағы Тұран тойханасының үлкен алаңында, ол кезде Жиенбек ағамыз бар, ақын Бейсенбек ағаларымыз бар, Нұрлыбек бар, осы Жақсыбай аға бар, Асқат бар, өмірден өтіп кеткен. Менің анау Жауынгер деген інім бар еді, соның үлкен ағасы бар еді, Түгел деген. Менің өте бір жақсы араласатын, сыйласатын, нені көргенде өліп қалатын Асқат екеуі. Аманғали деп қалай мені құрметтейді, олардың енді айтып кете алмаймын олардың құрметіне. Өлшеніп берген өмір ғой, сәби тіліндеріміз өмірден өтіп кетті. Енді аман болыңыздар ағалар. Үйден жаңа кішкене ағам айтқанда бір кішкене шай ішсін, әңгіме қылайық, ағамызбен бір естелік әңгіме қылайық деп. Мына Сәбиттің де тойын өзім өткізген екем. Сәбиттің тойын өткізіп, үлкен тойын. Сөйтіп Сәбит бір күні келіп, Рахман деген ағасы бар, әкеліп, Аманғали інім осы өнерге қызығады, өзінің ебі бар деді. Сонымен Сәбитті ертіп өнерге жүріп, қазір үлкен деңгейде, молодец. Сөзімде жерге тастамайды, аға деп жүреді. Иә, адамның бұл өмірде ғана сіз біздік сыйластығы ғой. Дендеріңіз сау болсын, аман болыңыздар, жақсы күнде жолығайық. Мына келін абатсықта қаласа, немере тойыңызда жолығайық. Өткенде тойыңызда болдық, Ақмарал Деубайым көрермей жүретін ек. Тойыңызда барып, көріп, құдағи деп қолынан ұстап, қандай керемет көңіл күйде қайттық. Аман болыңыздар. Алла ниеттеріңізді қабыл етсін, отбасымыз аман болсын. Сіздердің арқаларыңыз ғой барлық ағалар. 25 балаң. Чемпиондық қой енді олар. Оны да сол аға жолымен, іні жолымен құрмет көрсетпесең, ініңнен ізет күтпей-ақ қой деген. Сондықтан мінекей біз әбеке сол жаңағы айтып отырған кісілердің барлығының тойларында біз әнші болып, ақын болып, ансамбль болып жүрдік. Енді мінекей өмір кезек бұл. Ізімізді басып бере жатқан мынау Аманғали бауырымыз, Сәкен бауырларымыз, мынау енді Жақсыбайдың бір өзі бір мектеп бұл. Осы қолына домбыра ұстап әу дейтін адамның барлығы тойда жүріп тәрбиеледі. Той бұған жаңа өнер мектебі. Өзінен кейін қаншама шәкірттер тәрбиелеп келе жатқан азаматтың бірі. Құдайға шүкір. Енді мынау Қанатжан
Кешегі бір шамалы бір тұмауратып қалған кезінде де сонау Алматыда жатқан кезінде артынан тағы да Аманғали сол. Қасында Бекалын ертіп тағы кім бар еді қастарында? Сәбит бар. Бақытжан. Сәбит Бақытжан төртеу Алматыға барып көңілін сұрап, балаларын шамалы азынаулақ жаңағы атағанын апарып беріп келіп, одан кейін қайтадан әйтеуір мынау қатарға қосылуына Ойтағырда Шардыраның өнерпаздарының жақсы үлесі бар. Өйткені біз бәріміз бауырмыз. Бірақ осы бір өнер деген үлкен ұлы алып кеменің жолаушыларымыз біз. Жалпы өмірдің жолаушымыз, бірақ соның ішінде өнер деген кеменің бөлек жолаушыларымыз біздер. Сондықтан айлайым мынау Қанатжан қазір Теміртау қаласында өмір кешіп жатыр. Ол енді Шардырасын ұмытпайды, Шардарағында өнер жолындағы ағаларында інілерін ұмытпайтын азамат. Мағжантайды білесіз. Кеше Кеңес көкемнің асылдың сынығы дегенде Ибрагимовтар ансамблінің қазір белді мүшесі, Кеңес көкемнің немересі. Қазір айтуға Шардарада өнер жолында қандай іс-шарада болсын шапқылап, жаңағы жүрегі жарылып жүретін азаматтың бірі. Мынау Қалмұрат енді Аманғайдың қасында айналайын, домбырада да ойнайды, сырнайда босамаса ойнайды. Мінез жібектей азаматтың бірі. Елді айтуға тек қана той болсын, қуаныш болсын деп жүрген азаматтар. Ал, бір ауыз тілек айтып, Қанатжан енді өзің айта береді міне. Тойдағы кемшіліктер жөндейді. Ал енді, мынау әуелі баршаңызға бірінші енді мынау тойға келгенде, осы Шардарада кеше өнерпаздардың керемет кешіне келгендегі мақсатым да сол шардаралық осы өнерпаздардың артынан кішкене ауырып қалған кезде артынан әйтеуір дұға тілегін жасап батасын не дейді тілеп отқан адамдарға алғысымды айтып, Құдай қаласа рахмет деп үлкен алғысымды айтып, бас иіп Құдай қаласа рахмет айтып кетейін, елге барайын, жұртқа барайын, осы елдің суын іштік, асын жедік дегенде, тұзын татып сол Құдай қаласа елге барайық, кішкене денсаулық турланғаннан кейін бәрімен әйтеуір ел жұртпен амандасайық, жағдай сұрасайық деп келдік. Құдай қаласа баршаларыңызға үлкен рахмет. Құдай қаласа аяғым жерге тигізбей күтіп алып жатыр міне. Барша осы өнерпаздар бірінен кейін бірі үйіне шақырып, Құдай қаласа. Осының өзі мен үшін бір үлкен мәртебе. Құдай қаласа ертең елге барғаннан кейін Теміртауға барғанда сонда әкем шешем сұрайды, кім күтті дегендей қылып. Сонда айтарымыз, сондай ағаларымыздың үйіне бардық, асын іштік деп. Құдай қаласа баршаларыңызға үлкен рахмет. Деніміз сау болсын, Құдай қаласа, тек жақсылықта ауырмайық. Әкім аға өзіңіз де Құдай қаласа деніңіз сау болсын, ауырмаңыз, Құдай қаласа ортамызда жүре беріңіз. Сауып кетіңіз. Баршаңызға рахмет. Аманғали аға, Жақсыбай аға, Әбдіғаппар аға, Есенбек аға, Сәбит бар міне. Барлығына рахмет, үлкен рахмет, Құдай қаласа. Өнерпаздардың баршасына рахмет. Құдай қаласа. Аумин. Құдай қаласа, Ал Жақа, бір ауыз әңгіме айтып берді. Мен Жақаңды әке дейтінім, әкемнің аты Жақсыбай ғой. Жақсыбай ғой әкесі. Сонда мен ана өмірден өткен жаңағы әбекеңнің інісі, қажанында жүрген бауыр Жақсыбай ағам өмірден өткенде баламай дейтін еді. Баламай деді, атымды айтқан жоқ еді. Иманы енді өзіне серік болсын, саламат болсын. Одан кейін мына Жақа ауылға шал кесе келіп арнайы сәлем береді. Сонда шал сұрайды, менің төскаларым аман ба деп. Сонда шалға осы Жақсыбай қайтыс болған кезде, бір аттасыңыз қайтыс болды деген кезде шал тоқтап қалып барып, қай Жақсыбай деді ғой. Ана өзіңіздің толық бір ініңіз бар еді ғой деп. Шалды енді көрген жоқ, бірақ телефон бір-екі рет сөйлескені бар. Иман саламат болсын, қалғаны өмір берсін деді, шал телефонды өшіріп тастады. Енді өзі бір несіне көңілін алып қалды ма. Кейін Жақаңа айттым, шал іздеп жатыр. Қалған Жақсыбайлар аман болсын деп жатыр дедім да Жақаңа. Әке дейтінім сол, әкем аты Жақсыбай болғаннан кейін папа деп жүремін. Көп адам енді білмей түсінбейді ғой негізі. Міне сол секілді. Мына енді сол 40-қа келген шағымызда осы Аманғалимен достасып, осы ауылға келіп, әкесінің атын Жақсыбай екенін біліп алып, балам екенсің ғой деп әйтеуір қасыма тартып бұл баланы. Қасында байнес болып жүрдім Аманғалимен басы. Аманғалидің ең бірінші байнесі менен. Одан кейін мына Қалмұрат келді, қасыңызға аңызшы деп маған. Қалмұратты қасыма домбыра тартып, осы Аманғалидің ырымдап домбырасын әпердім мынаған. Домбыраңды берші мына балаға. Құдай қаласа, бұл да сен құсаған бір тамада болсын, шықсын, елге көрінсін деп ырымдап әпергем. Бет тұр ғой.
Одан кейін қасында жүріп Сырнайға да қызығып жүрді да Сырнайды беріп қойдым. Үйрене бердік. Оны да алып келді. О Сырнайды да домбыраны игеріп жүрген сол қазір. Жағында айтайын, алған жағында десе. Алған жағым енді одан кейін де балдар келіп жатыр ғой. Одан кейін Ержанда Шәкірттерін да шәкірттерім енді қазір жаман емес. бригада. Бір бригадам бар. Домбырада Серік бар. О неде магазинде тұр қазір. Одан кейін Нұрғиса деген домбырашы балам бар. Одан кейін Ербол деген бала маған өкіл бала болды. Кіші жүздің баласы. Өкіл бала болып кеше үйленді. Үйленген кезде екеуінің де хабаршысына өзім бардым. Кеше сіз маған папа болдыңыз ғой, сізде бір ас қоятын шығарсыз дегенсін, бір қой сойып өзім бүтіндей жаңағыдай апарып бердім. Байлар мақтаса кетіп қалам қайнаға. Сондайым бар, қасиетім. Мына көпшіл болу керек. Мына қанатта өзіме, мына кіші жүздің баласы болса да бұл ұрға жүзге бөлінген бала емес. Маған аға болыңыз деді. Болды дедім. Аға ма? Ағалыққа жараймын. Мына Мако жиенім болса да, Сәбит ол інім. Найман болса да, мына енді біз ұрға жүзге бөлініп атқан жоқпыз. Есекең бажан білесіз. Әкім аға денсаулығыңыз зор болып кетсін. Еркелеп келіп мына жерде демалып жатыр екенсіз. Кеше естіп бір не ұйымдастырайық деп Аманғали екеуміз жолығып қалдық азында. Аяқ астынан ұйымдастырылды бұл. Бір дайындық болғанда бұдан да жақсы болар ма еді? Дайындық сізде бірден темірді ыстық кезінде соғып ертең әкім аға 2-3 күн жатады да кетіп қалады мысалға. Одан кейін әкім ағаны Шымкентке бір жол түссе барармыз. Жол түспесе енді Құдай енді жол берсін. Семьяңызға аман есен оралыңыз аға. Біз өзімізді қаншама мынаның бәрі енді Аманғалилар әкімді шәкіртім деп не қылады. Шәкірт екенін өтірік емес. Әкім ағаның тойында өзім басқарып, әкім ағадан батап кеткен. Бұдан кейін сен тамадасың деген. Барлық тамадан орын жоғалтпай, өзім баямен негіз музыкант болып барғаным әкім ағаның тойына. Есіңізде ғой әкім аға? Сөйтіп, менің жекеменшік тамадан басқан керегі жоқ дейді, соған арзамын. Мына адам көңілі бір атын насыбайдан қалады дейді ғой. Әрқашанда ынтымағымызды берсін бірінші. Ұрға жүзге бөлінбей ақ қояйық, бөлінгендерді оңып атқан жоқ қой. Деріміз сау болсын, 300-дің баласы жиналып отыр ғой осы жерде. Ынтымағымызды беріп, Құда қаласа қайта кімнің несі жоқ, соған қолымыздан келсе жәрдем берейік. Осыған келіп тоқтайық. Аманғали, рахмет асыңа. Енді Есекең бір ауыз айтсын да. Айттың ба Есекең? Әбдіғаппар ағама берем ба? Ал осымен енді мынау кішігірім естелік бейне жүйені қорытындылайық. Қадірлі көпшілік, құрметті келешекте де көретін, мынау бейнетаспаны көретін азаматтар, көпшілікке айтарымыз сол. Ынтымақ бар жерде береке бар. Бұл өз Шардара деген жер өз шежірелі Шардара бұл. Мынау теңіздің астында қалған қанша елді мекендер, Есенғали ағамыздың сөзімен айтқанда, мына теңіз астында қорым қалған шағалалар кетпейді сол бір маңнан, маған таныс секілді бала күннен мен көрмеген айғұла қоңыр қорған. Жиеккеге үзілген жолдар ана, толқиды сол әруақтар қорлана ма? Менің де бір танысым жатқан сынды, мен мәңгілік көрмейтін сол молада. Құлағыма солардың үні келіп, не істедім деймін мен тірі болып. Есегін ұсап тастап қоңырат шал теңізге тоқиды күңіреніп. Жерде өнге секілді аспан дөңге, елегізем келгендей басқа әлемге, жартыкеш ай тереңнен қалқып шығып тұрады да қояды тас төбемде деген. Сонау 78 жыл 20 жасында жазған Есенғали ағамыз. Мына өзі айналдырған 4 шумақтың ішінде қанша мән мағына жатыр. Мінекей сол теңіздің астында қанша елді мекендер қалған, соны әйтеуір шамамыздың келгенше қалам тербеп өлеңдер жазып жатырмыз. Бұдан сол әруаққа деген біздің құрметіміз шығар, өткен ата-бабалардың ардагын құрмет шығар, туған жерімізге деген біздің тағзымымыз шығар. Сондықтан осындай топырақта өскен, осындай топыраққа кіндік қаны тамған азаматтар, бірақ енді алыстан келсе де осы жерде өзінің туған жерінен кем көрмейтін Аманғали сияқты азаматтар, осылардың сол жаңа кең пейілдің арқасында, кеңдігінің арқасында, түсінігінің арқасында осы Шардара ауданының өнерпаздарының ынтымағы бұзылмай келе жатыр. Мың қайтара шүкірлік. Әбеке бұл ұлы керуен бұл. Сондықтан бізден кейінгілерге жақсы сабақ болсын, үлкен бір мектеп қалыптассын. Шардараның өнерпаздарының қауымдастығы деген бір мектеп қалыптассын. Осы біз қалай бағыт алсақ, бізге қарап, кейінгілерді осыған қарап жол алады. Сондықтан әрдайым ынтымақпен ауызбірліктен ажырамай айналайындар. Рахмет, аман болыңдар.